Абайдың 17-ші қара сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Әуелде бір суық мұз, ақыл зерек. Жылытқан тұла бойды ыстық жүрек. Тоқтаулылық, қалыпты шыдамдылық бұл қайраттан шығады. Білсең керек. Ей, ғылым, өзің де білесің ғой. Дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғынын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты деп адат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, ойды таза сақтайтұғын, күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан қаратұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеу маған қалай таласады? Не дүниеге, не ақыретке, не пайдалы болса, не залалы болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен. Ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Түй, осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз сөздері неге жарайды? Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойладым. Жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетігім мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратығын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын ала алмаймын. Жақсылыққа елжіреп, еритұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, толап кететұғын мен. Әділет, ынсап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады? Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғын да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол. Бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғын да рас. Жаратқан тәңіріңді де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амалда, айлада бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйінгені, сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім. Бірақ сонда әмірші, билеуші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады.
жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жіберме. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік ең қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қара.